Сәлеметсіңдер ме, балалар? Қазір қазақ тілі пәні. Бүгінгі сабақтың тақырыбы негізгі және туынды етістік. Оқу мақсаты тыңдалған мәтін мазмұны бойынша сұрақтарға жауап бересіңдер. Негізгі және туынды етістік туралы білесіңдер. Ал балалар, бейнетаспаны мұқият қарап көрсеңдер, енді оқулықтың 51-ші бетіндегі 20-ші жаттығуға назар аударыңдар. Мәтін берілген. Мәтінді оқыңдар. Сұрақ-жауап айдары. Балалар, өздерің көрген бейнетаспа бойынша, оқыған мәтін бойынша Қажымұқан Мұңайтпасов туралы бірнеше сұрақтарға жауап беріп көріңдер. Қажымұқан Мұңайтпасов кім? Ол спорттық жолын қайда бастады? Қай мемлекеттерде өткен белдесулердің жеңімпазы болды? Қажымұқан қандай медальдарға ие болды? Оның әлемге танымал болуының сыры неде? Жарайсыңдар, сұрақтарға дұрыс жауап бердіңдер. Мәтіндегі етістіктерді тауып, негізгі немесе туынды екенін айтыңдар. 52-ші бетіндегі 21-ші жаттығуын орындаңдар. Берілген зат есімдерден туынды етістік жасап жазыңдар. Кезек, жыр, ой, шеге, би, тұз сөздерінен туынды етістік жасаңдар. Өздерің қалаған 2-3 туынды етістікпен сөйлем құрап жазыңдар. Екінші тапсырмада ребусты шешіңдер. Шешуіндегі сөздің қандай етістік екенін айтыңдар. Тексерейік. Ақтау. Дұрыс таптыңдар, балалар. Балалар, сабағымызды бекіту үшін 23-ші жаттығуға назар аударыңдар. Төмендегі үлгіні басшылыққа алып, сөздердің туынды етістік екенін дәлелдеңдер. Ұсақта, өрнекте, тырмала, достас. Мысалы, дәлелдеу үлгісі. Ақта туынды етістік, өйткені оның түбірі ақ. Ақ сөзі сын есімнен болады. Оған та жұрнағы жалғанып, қимылды білдіріп тұр. Сондықтан ол туынды етістік болады. Міне балалар, осылай ұсақта, өрнекте, тырмала, достас сөздерінде туынды етістік екенін дәлелдеп көрсетіңдер. Бүгінгі сабақта не білдің? Өз жинақтаған біліміңді
баспалдақ ретімен атай отырып, қай деңгейде екеніңді көрсет. Жұлдызды баспалдақ басына жетуіңе тілектеспін. Үйге берілетін оқу тапсырмасы. Қажымұқан Мұңайтпасов туралы шағын мәтін жазу. Мәтінде етістіктерді орынды қолдану. Балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сабаққа өте жақсы қатыстыңдар. Сау болыңдар.